Сәлем достар, бүгін бізде ағылшын тілін үйрену 9-шы сабақ, және де біз бүгінгі сабақта ағылшын тілінде ең қажетті 100 сөзді үйренетін боламыз. Егер сіздің уровеніңіз начальный, яғни бастапқы уровень болатын болса, онда сіз осы 100 сөзді үйреніп алатын болсаңыздар, сіздер ағылшын тіліндегі сөйлемдерді еркінірек түсінетін боласыздар. Енді сол 100 сөзге кірісейік. Ең біріншісі advice, кеңес. Екіншісі again, тағы да немесе қайтадан деп аударсаңыз болады. Яғни белгілі бір оқиға немесе кез келген нәрсе екінші рет, үшінші рет қайталанып жатқан болса, яғни again, тағы да деп осы сөзді қолдансаңыздар болады. Одан кейін answer, жауап беру, яғни answer. Any, кез келген, become, болу, before деген, before деген сөзді көп естіген боларсыздар. Орысша айтқанда до деп айтады. Мысалы, до и после дейтін нәрсе бар. Before and after, яғни дейін және кейін. Келесі сөз believe, сенім немесе сену деп аударсақ болады. Мысалы, сіз біреуге мен саған сенемін деп айтқыңыз келсе, I believe in you деп айтасыздар. Сенім, яғни book, кітап, both, екеуі де, мысалы, екі адам немесе екі зат туралы айтсаңыздар, both деп айта салсаңыздар болады. Бұл екеуі де дегенді білдіреді. Келесі boy, ұл, яғни ұл бала туралы айтқан кезде. Келесі brother, аға, buy, сатып алу, can, мүмкін, яғни бұны былай аударсақ болады. Мысалға, менің қолымнан бір нәрсе келеді. I can do it. Менің қолымнан бұл келеді, яғни менің қолымнан келуі мүмкін, мен жасай аламын. I can, яғни қолдан келу мүмкін, жасай алу деген мағынаны білдіріп тұр. Одан соң catch, ұстап алу, яғни бірдеңкені лақтырып оны ұстап алатын болса, catch деген етістікті қолдансаңыздар болады. Келесі children, бала, choose, таңдау, яғни таңдау жасау, choose деп айтылады. Climb, өрмелеу, мысалы, таудың басына өрмелеу, соның барлығы climb деп аталады. Одан соң close, жабу немесе жабық. Clothes, киімдер, киім, яғни. Одан соң color, түс. Келесі come, келу, яғни үйге келді десек, біз come деп айта аламыз. Келесі country, ел, яғни белгілі бір мемлекет туралы айтатын болса, онда ол бізде country болады. Одан соң day, күн, death, өлім, disease, яғни ауру, do, істеу, do деген істі білетін боларсыздар. Біздің каналдағы видеоны көрсеңіздер болады. Do, яғни істеу етістігі, белгілі бір істеу, жасау. Келесі door, есік. Келесі earth, жер, ол біздің тұрып жатқан жеріміз, жалпы жер шарын біз earth деп атаймыз, яғни жер ғаламшары. Келесі edge, шеті, мысалы, қазақша айтқан кезде жердің шеті деп айтатын болсаңыздар, сол жердің шеті деген сөздегі шет сөзіне осы edge сөзін қолдана аласыздар. Келесі enough, жеткілікті, яғни белгілі бір нәрсе жеткілікті болатын болса, enough деп айтасыздар. Енді example деген сөздің қасына аудармасын жазуды қалдырып кетпіз. Example деген бұл мысал дегенді білдіреді, яғни белгілі бір нәрсеге бір мысал келтіретін болсаңыз, for example деп мысалын айтып кете бересіздер. Келесі екінші тұрған eye, яғни көз, адамның көзі. Одан соң father, әке, find, табу, яғни бір нәрсені жоғалтып алып немесе соны іздейтін болсаңыздар, тауып алатын болсаңыздар, яғни find, табу деп аталады. Одан соң free сөзінің екі мағынасы болады. Біріншісі бұл ақшаға қатысты, мысалы, бір жерде free деп тұратын болса, ол тегін деген сөз, яғни тегін нәрсе. Немесе free сонымен қатар бостандық, немесе бостандықты тағы да freedom деп аударсаңыздар да болады. Келесі сөз бізде бұл friend, бәріне белгілі шығар, бұл дос деген мағынаны білдіреді. Келесі from, бұл адамның немесе бір нәрсенің туылған жері немесе шыққан жері, яғни I'm from Kazakhstan дейтін болсаңыздар, мен Қазақстаннан келдім деп. Немесе I'm from China дейтін болсаңыздар, мен Қытайдан келдім деген сияқты, яғни шыққан жерін түпкі тегін білдіріп тұрады. Келесі girl, қыз бала. Give, беру, біреуге бір сыйлық беру, немесе кез келген бір нәрсені беру, сол give болып табылады. Одан соң good, жақсы. Great, ұлы, мысалы, жақсы екен, жақсы деген сөзден де более мағынасы көбірек сөз, яғни great, ұлы, вау, керемет екен деген сияқты. Одан соң group, топ, яғни бір топты группа, мысалы, орысша аударғанда. Одан соң happy, бақыт, have, бар болу, мысалға I have a pen дейтін болсаңыздар, менде қалам бар, яғни have бұл жерде сізде бір нәрсенің бар болу етістігі болып табылады. Одан соң hear, есту, мысалға бірдеңкені еститін болсаңыздар,
естіп қалған болсаңыздар, соны hear деп айта аласыздар. Одан соң island, арал, мына жақта Iceland деп жазылып тұрғандығымен ол island деп оқылады. Одан соң kind, яғни мейірім. Одан соң know, яғни к әрпін оқымайсыздар, know деп оқымаймыз. Know, білу, яғни білемін деген сияқты білу деген етістік. Одан соң learn, үйрену. Letter, немесе letter деп те оқып жатады. Letter деп айта берсеңіздер де болады. Бұл хат деген мағынаны білдіреді. Келесі like, ұнату. Мысалы, I like you, мен сені ұнатамын. Немесе біреуге лайк басып жатамыз, иә? Сол сияқты. Одан соң listen, тыңдау. Мысалы, біреу бірден айтып жатса, сіз соны тыңдап тұратын болсаңыз, сол listen деп аударылады. Мысалы, listen to music, музыка тыңдау, немесе мұғалімнің айтқанын тыңдау. Listen to your teacher, дұрыс па? Келесі live, бұл өмір сүру. Love, махаббат. Many, бірнеше, көп. Мысалға, so many people дейтін болсақ, мына жақта адам қандай көп, адам өте көп екен деген сияқты аударманы білдіреді. Келесі money, ақша. Mother, ана, яғни мама. Move, қозғалу, яғни қозғалыс, адамның денесін қозғалтуы, кез келген нәрсені қозғалу, немесе бұның екінші аудармасы көшу, яғни бір үйден бір үйге, бір елден бір елге деген сияқты. Келесі next. Next деген сөздің өзі бізде как раз келесі деген сөзді білдіреді, яғни келесіге көшейгенді. Night. Night деген бізде бұл түн. Так, number, сан. Often, жиі. Old, ескі. Only, тек ғана. Бір ғана нәрсе туралы айтқан кезде only деп ғана айтамыз. Одан соң open, ашық. Жаңа бізде бұған қарама-қарсы антонимі close болған. Open, close деп тұрады. Paper, қағаз. Part, бөлік. Бір нәрсенің белгілі бір бөлігі болады, соны біз part деп айтамыз. Одан соң people, адам. Picture, сурет. Және де piece, бөлік. Бұл жаңағы part деген сөзге ұқсайды, бірақ бұны басқаша жерде қолданамыз. Мысалы, piece of cake деп айтсаңыздар болады. Бұл торттың, пирогтың бір кусогы деп аударсақ болады. Келесі бізде pumpkin, асқабақ. Rain, жаңбыр. Really, шынымен, мысалы, шынымен айтып тұрсың ба? Really. Одан соң right сөзінің екі мағынасы бар. Біріншісі дұрыс, мысалға біреу дұрыс бірдеңе айтып жатса, yes, you are right деп айтсаңыздар болады. Немесе оң жақ, яғни оң қолыңыз немесе кез келген оң жақты right деп айтасыздар. Ал мысалы сол жақты left деп айтасыздар. Енді room, бұл бөлме. Say, айту, яғни сөйлеу, айту. Science, бұл ғылым, білім, ілім деп аударсаңыздар болады, яғни science, бұл ғылым. Side, жақ, мысалға адамның екі жағы болады, мысалға оң жағы және де сол жағы деген сияқты сондай мағынада аударады, яғни side деген сөз сол оң жақ немесе сол жақ деген сияқты белгілі бір бөлігін, белгілі бір жағын білдіріп тұр. Енді келесі sign, бұл бізде белгі, немесе біз әдетте мысалы құжаттарға өзіміздің қолымызды қоямыз, қолтаңбамызды, сонда екі түрлі мағынада аударсақ болады. Одан соң sister, бұл бізде әпке деген мағынаны білдіреді. Келесі бізде snow, қар. Одан соң some, біраз. Одан соң straight, яғни түзу, тік деген мағынаны білдіреді. Одан соң sun, күн, яғни біздің аспандағы күн, sun деп аталады. Sure, сенімді болу. Мысалы, біреу бірдеңке айтып жатыр, сіз ол адамның айтқанына нақты сенімді емессіз, яғни сіз сосын одан сұрайсыз, are you sure? Сен сенімдісің ба өзің дұрыс айтып тұрғаныңа деген сияқты. Are you sure? Сосын ол сізге yes, I'm sure деп айтса, яғни ол өз-өзіне сенімді деген сөз өзінің айтқаны дұрыс деп санап тұр. Келесі talk, сөйлеу. Одан соң there, мысалға мына жерде деген сөз, біздің каналымызда видео бар, осы there деген сөзді қалай оқу керек, қай жерде қолдану керек, мысалдарымен бірге бар көрсеңіздер болады. They, олар. Today, бүгін. Usually, әдетте. Содан соң walk, жүру. Want, қалау. Мысалға мен бір көйлек алғым келіп тұр, немесе балмұздақ жегім келіп тұр десеңіздер, want деген, яғни жегім келіп тұр, істегім келіп тұр, яғни бірдеңкені қалап тұрсаңыздар, осы want етістігін қолдансаңыздар болады. Келесі watch, қарау, көру. Бұл жерде бұның екі мағынасы бар. Біріншісі сағат деген сөз деп
аударып жатады. Негізінен watch деген бұл бірдеңкені көру, бұл жай ғана көзбен қарау емес, именно нақты киноны көру, сериалды көру. Сонымен қатар көру деген бізде see деген етістік бар, ол былай көзбе көз көру, мысалы адамды көру, белгілі бір затты көру. Ал watch деген етістік бұл нақты бір фильмді, видеоны қарау дегенді білдіреді. Телевизорда қарау, мысалы I watch TV. Одан соң келесі сөз бізде water, немесе британский акцентпен оны бізде water деп оқып жатады. Бұл су деген мағынаны білдіреді. Американский акцентте бұл water деп оқыла береді. Келесі woman, әйел адам, work, жұмыс, world, әлем, write, жазу, яғни қолыңызға қаламды алып дәптерге жазсаңыз, немесе телефонмен, ноутбукпен жазсаңыз, соның барлығы write деп, write етістігі арқылы айтамыз, қолданамыз. Сонымен қатар weather, ауа райы, және де ең соңғы сөз, бізде тамаша сөз young, яғни жас, кез келген жас адамды, жас өсімдікті, жас гүлді барлығын young деп айта берсеңіздер болады, кез келген жас нәрсені. Сонымен бұл бізде ең соңғы 100-ші сөз болды. Егер осы 100 сөздің барлығын толық үйреніп, бізбен бірге қайталап жазып алған болсаңыздар, онда сіздердің ағылшын тілі деңгейлеріңіз өте жақсы болып көтерілді деген сөз. Осы сөздердің қаншасын білдіңіз, қаншасын білмедіңіз, комментарияға жаза кетсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет.